Бәріңе сәлем достар, бүгін мен сіздерге 1995 жылы шыққан «Разборка в Бронксе» фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Қытайлық Кёнг есімді жігіт Нью-Йорктегі ағасы Биллидің үйлену тойына ұшып келді. Жігітті Манхэттен таңғалдырды, бірақ ағасының дүкені қауіпті гангстер аймағы Бронкста орналасқан. Кёнгтың әкесі атақты кунг-фу шебері болған. Ер адам оның жолын қуып, осы жекпе-жек өнерінен Гонконг чемпионы атанды. Кёнг тренажерді көрді және ағаш манекенді ұрғылай бастады. Дэнни есімді бала оған шапалақ ұрды. Ол мүгедектер арбасындағы көршісі еді. Кёнг оған өзінің приставкасын берді. Бұл баланы қатты қуантты. Оның ата-анасы жоқ, тек үлкен әпкесі ғана бар. Билл жиеніне азық-түлік дүкенін көрсетеді. Бүгін ол оны сататын болады. Кёнг ағасының болашақ әйелімен кездесу үшін ішке кірді. Бірақ ол қателесті. Билл қытайлық әйелге емес, Бронкстағы қара әйелге ғашық болыпты. Ну что я могу сказать? Добро пожаловать в Америку. Дүкенге кәсіптің болашақ иесі Элина кірді. Билл дүкенді жарнамалап жатыр. Бұл ауладағы жалғыз супермаркет болды. Болашақ жеңгесі Кёнгтың бұлшық еттерін мақтады. Ол айна алдында өзін көрсеткісі келді. Бірақ айна мөлдір болды. Оның бұлшық етін Элина да жоғары бағалады. Кёнг кеңсеге кіріп, қыздың оның не істегенін көргенін түсінді. Келісімге қол қойылды. Билл Элинаны ертең тойға шақырды. Күйеуі досынан қымбат антикварлық 38 Вияюг лимузинін жалға алды. Сол көлікпен ол қалыңдықты алып кетпекші. Түнде Кёнг мотоцикл қозғалтқыштарының гуілінен оянды. Терезелердің астында паныктар құтыруда. Екі банданың арасында жарыс болды. Қыздар мотоциклге мініп, тұрақтағы көліктердің үстінен жүріп, жол бойы оларды сындыруы керек. Басқа көліктердің қасында қымбат лимузин тұрды. Кёнг үрейленіп, араласуға тура келетінін түсінді. Ол баспалдақпен түсіп, денесімен лимузинді жауып алды. Осының кесірінен қызыл киімді қыз жеңіліп қалды. Дәл осы кезде полиция қызметкерлері келіп, панктерді таратып жіберді. Кёнг Элинаны ағасының үйлену тойында тағы да кездестіріп, қызға осы аптада дүкенге көмектесуді ұсынды. Осылайша Билл демалысын бейбіт түрде өткізе алады. Таңғы зарядка кезінде Кёнг тонау туралы хабар естіді. $7 миллион тұратын зергерлік бұйымдар ұрланған. Жас жұбайлар сапарға шықты, ал пәтер Кёнгтың иелігінде қалды. Жігіт пен Элина дүкендегі қағаздарды толтырып жатқанда, гопниктер ішке кіріп құтыра бастады. Біреуі банкадағы шырынды ішіп, шоколадты ұрлап кеткен. Элина бұған көзін жұмғысы келмейді, бірақ төлеу талабына жауап ретінде гопник құмыраны еденге лақтырып сындырды. Элина сатып алушыдан өзіне тиіспеуін сұрады, бірақ қаскөйлер бір топ банда болды. Кейін Кёнг бұл оқиғаларға араласуды шешті. Оны бірден жан-жақтан қоршап алды. Анжела үлкен пышақты алып шықты. Элина қорқып, кешірім сұрай бастады, бірақ төбелесті айналып өту мүмкін болмады. Нәтижесінде қылмыскерлердің барлығы соққыға жығылды, бірақ Анжеланың мұрны сынды, ал қытайлық қосымша соққы алды. Элина көргенінен үнсіз қалды. Жергілікті тұрғындар үшін Кёнг бірден батырға айналды. Дүкен жабылғанша дейін жұмыс істеді. Элина екеуінің арасында бірдеңе пайда болған сияқты. Кёнг қызға жалюзиді жабуға көмектесіп, керек жарақтарын алып қауіпті көшеде келе жатты. Сосын ол кейбір зұлымдардың қызды есікке қарай сүйреп кіргізгенін көрді. Олардың соңынан жүгіріп барып, ол өзін полиция қызметкері ретінде көрсетті. Шабуыл құрбаны аман қалды. Бірақ ол құтқарушысының бұтынан теуіп жіберді. Бұл қақпан болып шықты, ал батырға дубинкалармен аңшылық басталды. Бірнеше шабуылдаушыны құлатып, тордың үстіне шығып, жігіт тар көшемен қаша жүгірді. Бірақ көп ұзамай ол тұйыққа келіп тірелді. Басқа қашатын жер жоқ. Оның жолын ондаған адам жауып тастады. Панк Анжела оны атып тастамақ болды. Бірақ Тони оны алдымен көңіл көтеруді ұсынады. Гопниктер қоқыс жәшіктерінен бөтелкелерді төгіп тастады, ал дубинкаларды шүберекпен орай бастады. Бейсбол ойынының бұл нұсқасында бөтелкенің сынған бөлшектері сынықтарға себіліп, оны жарақаттай бастады. Кейбір бөтелкелер оның өзіне ұшып келді, және олардан қорғануға мүмкіндік болмады. Жаралы Қытай асфальтқа құлап түсті. Анжела онымен ісін аяқтағысы келді, бірақ қыздар бұған қарсы болды.
олардың арасындағы туындаған жанжал кетуге мәжбүр етті. Кёнг болса қансырап, сынықтар арасында қалып қойды. Әлгі ұрланған өтірікші қыздың есімі Нэнси, ол Дэннидің әпкесі болып шықты. Қыз бірнеше күн үйде болмауы мүмкін. Бала оған приставкасын берген, тамаша жігіт туралы айтып берді. Сонымен қатар інісі арбадағы жастығының тозғанына шағымданады. Оған жаңасы керек, ал Нэнси оны сатып алуға уәде берді. Қанға боялған Кёнг үйінің кіреберісіне жете алды. Дэнни бұл олардың көршісі екенін айтты, ал Нэнси оған көмектесуге шешім қабылдады. Ер адам мүлде жалаңаш күйінде оянды. Нэнси оны шешіндіріп, жараларды емдеген болатын. 21. Она красотка. Қыз өзінің лас жұмыстарына кеткен болды. Кёнг та Эвелинға көмектесуге барды, бірақ панктер оны қайтадан қуа бастады. Кёнг жүгіре жөнелді. Қарақшылар оны қуып, жолындағының бәрін қиратуда. Байғұс жігіт көлік тұрағында жасырынуға тырысты, бірақ дубинкалары бар ақымақтар оның артынан қалған жоқ. Мүмкін болған жағдайдың бәрінде Кёнг оларды шет-шетінен нокаутқа түсірді. Оны тығырыққа тірегенде батырымыз тұрақтың төбесіне көтеріле бастады. Жоғарыда ол доптары бар көлікке тығылды. Бұл көліктің иесіне ұнамады. Ол бірден қытайлыққа опасыздық жасады. Гопниктер көлікті төбеден лақтыру өте қызық болады деп шешті. Бірақ Кёнг соңғы сәтте қашып үлгерді. Құдалау жалғасты. Амалы таусылған турист қайтадан бұрышқа келіп тығылды. Анджело, егер Кёнг оның артынан сүйсе, оны жіберуді ұсынды. Бірақ ол бандитті бұзылған антеннамен ұрып соғып, бір ғимараттың екіншісіне секіру арқылы тағы бір шарасыз қадам жасауға шешім қабылдады. Бұл қулықты қайталауға ешкімнің батылы жетпеді. Қарақшылар ұрланған гауһар тастарға сатып алушыларды тапты, бірақ бірдеңе дұрыс болмай шықты. Қарақшылар атылды. Олардың көлігі Кёнгтің үйінің жанында апатқа ұшырады. Ал панктар сол жерде қыдырып жүрді. Олар негрлерден алтынды шешіп алды, ал Анджела кейсті ұрлап әкетті. Мұнда костюм киген қылмыскерлер де келіп, көлікті жарып тастады. Анджела қораптан гауһар тасты тапты. Оны қарақшылар қуып келеді. Гопник Дэннидің орындығына шалынып, зергерлік бұйымдарды оның отыратын жастығына тығып қойды. Амбал Анджелоға мылтықты тақады, ал Кёнг орындықты пәтерге ақырын сүйреп кіргізді. Бірақ панктың жолы болды. Үйді полиция қоршап алды. Олардың барлығы тұтқындалды. Кейін Кёнг Дэнниді үйіне әкелді. Бала қатты қуанды, себебі әпкесі оған жаңа жастық сатып алып берді. Қарақшы көршісінің көзіне түсіп қалмас үшін тығылып отырды. Бірақ Дэннидің көршісі оны қаншалықты жақсы көретіні туралы сөздері Нэнсиге қатты әсер тигізді. Ол шығып Кёнгтан кешірім сұрады. Бала бұл екеуі бір-бірін бұрыннан білетініне таңғалды. Диванның астында гауһар тастары бар ескі жастық болды. Ақ жолбарыс тобына жататын костюм киген адамдарды босатуға тура келді. Оларда ештеңе болған жоқ. Полицейлер Анджелоны да бақылау үшін оны да босатып жіберді. Түнде ақ жолбарыстар үйге оралып, пәтерлерді тексере бастайды. Кёнгқа олар өздерін ФБР агенттері ретінде таныстырып, визиткаларын берді. Нэнси биші болып жұмыс істейтін клубқа қытайлық жігіт келді. Тони мұнда өзінің сүйікті қызын Нэнсиді көру үшін өз адамдарымен бірге келді. Ал қыз дәл қазір Кёнгпен сөйлесіп жатыр. Көп ұзамай гопниктардың бірі оларды байқап қалып, бастыққа бәрін айтып берді. Жұп клубтан қашуға мәжбүр болды. Олар Нэнсидің мотоцикліне отырып қашып кетті. Қыз Кёнгті көбірек ұнатамын деп шешіп, оны сүйіп алды. Бірақ бұл ісі үшін Элина жауап беруге мәжбүр болды. Панктер дүкенге келіп, оның тасталқанын шығара бастады. Тони Кёнгті қайдан табуға болады деп сұрай бастады. Гопниктар дүкенде көңіл көтеріп жатқанда, ақ жолбарыстар екеуін жүк салғышқа лақтырып, ұрлап әкетті. Бірақ тек Анджела ғана гауһар тастардың қайда екенін біледі. Және ол Дэнниді бақылай бастады. Үлкендер кеткен соң, Анджела баланы орындықтан лақтырып жіберіп, жастықты ұрлап әкетті. Бірақ ішінен ештеңе таба алмады. Панктардан жауап алу кезінде олардың бірі отын кескішке лақтырылды. Ал фарш болып шыққан ол қара пакетке салынды. Кёнг қираған дүкенге келді. Ол жергілікті банда жетекшісінің құрбысымен араласып кеткендіктен оны іздеп жүргенін білді. Элинаның досынан көңілі қалды, ал Кёнгтің өзі панктан кек алуға бел буып, Нэнсидан оны өзінің үйіне апаруды өтінді.
Ашуланған кунг-фу шебері қылмыскерлердің сазайын бермекші болды. Бірақ Тони оған мылтық сілтеді. Алайда Нэнси жақындаған кезде ол жаумен жұдырықша күресуге шешім қабылдады. Панк кунг-фу чемпионына қарсы тұра алмады және көп ұзамай соққыға жығылды. Ашуланған қытайлық қалған гопниктерді де ұруға кірісті. Кионг талай рет жарақат алудың алдында болды, бірақ ептілік пен жылдамдық оған қауіптен аулақ болуға көмектесті. Ал шаңғы жабдығы оның қолына түскенде панктар бірінен соң бірі ұша бастады. Жекпе-жекте Тони аспанға оқ атып тоқтатты. Ол Кионгтың жеңгенін мойындады. Қытайлық келесі кездесуде төбелеспей, шай ішіп отырамыз деп үміттенеді. Содан кейін бір пакет фаршпен бірге ішке панк кірді. Егер олар Анжеланың ұрланған нәрсесін қайтармаса, бәрінде өлім күтетін болады. Кионг ФБРден көмек сұрауды ұсынды. Осылайша ол байқаусызда Анжеланы ақ жолбарыс бандасының бұзақыларына ұстап берді. Аққұба жігіт аяғына оқ алып, гауһар тастарды Дэннидің жастығына тығып қойғанын мойындады. Қарақшылар пәтерге кіріп, бәрін төңкере бастады. Олар жастықты жыртты, бірақ ішінде гауһар тастар болған жоқ. Кионг бұл үшін ішіне жұдырықтан соққы алды. Ал Дэнни зергерлік бұйымдардың қайда екенін білетінін айтты. Расында ол әпкесінің әшекейлерін көрсетіп, бірден шапалақ жеп алды. Сол кезде Кионг гауһар тастардың қайда екенін түсінді. Бірақ оларды бермей, қарақшыны балдақпен ұра бастады. Кионг баланы ұрып соққаны үшін алыпты жазалағысы келді. Бірақ қытайлықтардың соққыларына ол мүлде мән бермеді. Содан кейін Дэнни оған кілтті лақтырды. Кионг гауһар тастарды төгіп тастады. Какая разница между этими бриллиантами моей сестры? Думаю, $7 Бастықтары бандиттерге қоңырау шалды, бірақ телефонға Кионг жауап берді. Ол зергерлік бұйымдарды достарына айырбастауды ұсынады. Кионг баланы мектепке жіберіп, өзі Элинаның дүкеніне келді. Ол жерде жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бөлме жаңа болып көрінді. Кионг қыздан ұрланған гауһар тастарды бір жерге тығып қоюды өтінді. Ол өтемақы ретінде 1-2 тасты алмақшы болды. Қарақшылардың бастықтары дүкенге келіп, Кионгтан төменге түсуін өтінді. Элина жуынатын бөлмеге кетіп, бір уыс гауһар тасты ұрлап кете жаздады. Кионг төменге түскенде супермаркеттің барлық жеріне байланған тізбектерді көрді. Ол Элинаға қауіп туралы ескертуге тырысты, бірақ ол шығудан бас тартты. Жүк көлігі барлық шынжырларды бірден тартып алды, ал ғимарат бірнеше секундта карталар сияқты құлады. Шалбары төмен түскен қыз көшенің ортасында қалды. Бастық тағы да қоңырау шалып, кездесу орнын белгіледі. Ол 1 сағатта гауһар тастарды алуы керек. Бұл жолы Кионг нағыз полицияны шақырды. Полицейлер жігіттің құлағына микрофон өліп, қарақшыларға көрсету үшін оған 1 тасты берді. Кионгтың міндеті оларды өлтіру мен тонау туралы жоспарларын айтуға мәжбүрлеу болды. Кездесу Пирстегі мейрамханада жоспарланған болатын. Мұртты жігіт тасты тексеріп алды. Кионг қалған бөлігін достарын босатқаннан кейін ғана әкелуге уәде береді. Жігіт қателесіп, олардың бастығының атын байқамай атап қойды. Олар Қытайдың микрофоны болуы мүмкін деп болжап, оны артқы гаражға апарады. Бұл шын болып шықты, микрофон шаштың арасында жапсырылған. Бастықтары Кионгпен кепілге алынғандарды өлтіріп, гауһар тастарға түкіруді бұйырды. Бірақ Кионг өлуге асықпайды. Ол қарақшылармен күресіп, гараждардың арасында тығылды. Бірақ ол қабырғалардың арасында тіреліп қалды. Қарақшылардың назарын полиция аударып жіберді. Бірақ ол үшін аузына темекі қою маңыздырақ болды, және оны атып тастады. Кионг достарына алаңдап, өз бетінше әрекет етуді шешті. Дәл сол кезде қарақшылар адамдарды кепілге алып, ірзіңке дөңгелегі бар қайықты ұрлап әкетті. Кионг та соңғы сәтте оның үстіне секіріп үлгерді, бірақ арқанды ұстап алып, бірден құлап кетті. Қайықты полиция қуып келеді. Қарақшылар тікұшаққа оқ атып, балықшыларды басып кете жаздады. Жағажайда олар жылдамдығын бәсеңдетпей, ондаған адамды басып кете жаздады. Кионг кішкентай қызды құтқарып қалды. Соңғы сәтте қайық оны да басып кетті. Бірақ Кионгтың жолы болды, себебі оның астында құм еді. Ол жолға шығып, автобусты қағып үлгерген қайыққа секіре алды. Кеме көліктерді бірінен соң бірін соға бастады. Кионг одан ұшып кетіп, жүк көлігіне соғылып кете жаздады. Алып қайық тіпті Ламборджиниді аямады. Ол рокерлардың концертін де бұзды.
Полисмендер бұл кемені қалай тоқтату керектігін білмейді. Содан кейін Кёнг мұражайдан бөлшектелген үлкен қылышты ұрлап алып, Ламборгиниге отырды. Есіктің қасына ол пышақты орналастырып, қайықтың резеңкесін кесіп тастады. Кеме тағы бірнеше дүкендерді қиратып, ақыры тоқтады. Кёнг күшке кіріп, қарақшылардың бірін жаралап, кепілге алынғандардың қайда орналасқанын білді. Тони мен Нэнси көп ұзамай босатылды, ал Кёнг ақ жолбарыстың бастықтарынан кек алып, оны және оның күзетшілерін жылдам қайықпен басып өтті. Осымен фильм аяқталды, достар. Сіздермен болған кино шолу арнасы келесіде кездескенше.